Архив құжаттарында Нұрсұлу Тапалованың 1923 жылы Ақтөбе облысы Ойыл ауданында өмірге келгені айтылады. Бала кезінен ән би үйірмелеріне қатысып, оның өнерге құштарлығы мектеп қабырғасынан байқалады. Нұрсұлу өзінің нәзік қимылы, табиғи пластикасымен 1930 жылдардың басында Ойыл ауданында іс-сапарда болған Құрманғазы халық аспаптар оркестрінің дирижері, қазақ музыкасының айтулы зерттеушісі, әйгілі композитор Ахмет Жұбановтың назарына ілігіп, Алматыға шақырту алады. Ол 1936 және 39 жылдардың аралығында Қазақ мемлекеттік опера және балет театрының жанындағы балет студиясында білім алып, шеберлігі мен біліктілігін шыңдап, кәсіби дайындықтан өтеді. Бұл кезде өршіл рухты арудың балет өнеріне деген махаббаты қамалдай мықты, ал арманы асқақ биік еді. Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік кинофото құжаттар мен дыбыс жазбалар архивінің қорында Нұрсұлу Тапаловаға қатысты 1940-1950 жылдар аралығын қамтыған фото киноқұжаттарымыз сақталған. Бұл аудиовизуалды құжаттарды өз кезегінде 50-ші жылдары, 60-ші, 70-ші жылдары әртүрлі мекемелер, тұлғалар келіп тапсырған. Атап айтқанда біздің журналист зерттеушіміз Айдар Жоранов деген кісі бар. Сол кісінің жеке қорында сақталған Тапалова туралы материалдар. Онан кейін Абай атындағы опера және балет театры келіп өткізген. Онан кейін мына Қазтактың фототілшісі Галкин деген кісі болған. Сол кісі келіп осы кісінің Тапалованың киноларын, фотоларын өткізген. Бүгінде балет өнерінің айтулы мамандары әйгілі бишінің өнер жолына көз салып, Нұрсұлудың балетке келуі қазақ өнері үшін үлкен бетбұрыс болды. Ол кезде кәсіби балет мектебі жоқтың қасы еді. Ол ең алғашқы буынның өкілі болды деп еске алады. Театрда ол Күләш Байсейітованың қамқорлығына бөленіп, би падишасы Шара Жиенқұлованың сенімді шәкірті еді. Нұрсұлу Тапалова 1936 жылдан бастап театрдағы балет тобының қатарында өнер көрсетеді. Ал 1941 мен 1953 жылдары театрдың басты солисі, яғни прима балеринасы атанады. Нұрсұлу Тапалова негізі сахнадан жоқ болып кеткен ғой, 50-ші жылдары сахнадан көрінбей кетеді, көпшілік алдынан көрінбей кетеді. Бұл құжаттардың бәрі тек 1940-1950 жылдарды ғана қамтыған құжаттар негізінде. Сол себептен де біздің өзіміздің материалдарымыз 1925-тен басталады. Яғни 1940 жылы, 36 жылы түскен құжаттарды әрине біз алғашқы қорымызға түскен алғашқы құжаттардың бірі деп айта аламыз. Нұрсұлудың кәсіби балет бишісі болып қалыптасуына балет өнерінің Уланова, Лифанова, Александров, Ковалев сынды жұлдыздары ерекше ықпал етті. Әсіресе балетмейстер Александровтың шыңдауынан өтеді. Біз бишіні белгілі композитор Надировтың Көктем балетінде Дариғаның рөлінде көреміз. Бұл оның алғашқы дебюттік партиясы еді. Шығармашылықтан шабыттанған биші әрбір рөлін бар жан тәнімен беріле сомдайды. Петр Чайковскийдің атақты Аққу көлі спектаклінде Нұрсұлу испан биін нақышына келтіре билеп, сахнаның сәніне айналады. Кейін композитор Игорь Морозовтың Дәрігер Айболит балетіне қатысады. Оның қозғалысы ауада қалықтап салынған сурет, сезімге айналған әуен, уақытты тоқтата алатын сиқырға ұқсайтын. Нұрсұлу өзінің әрбір партиясында жаңа бір мінез ашып, кейіпкердің ішкі дауысын қимылмен бейнелей білді. Майра шығады.
Нұрсұлу Тапалова қазақ балеті мен хореографиясының негізін қалаған алғашқы әйел бишілердің бірі емес, бірегейі. Ол классика мен ұлттық билерді біріктіру арқылы жаңа сахналық тәжірибенің тамаша келбетін қалыптастырды. Нұрсұлу Тапалова Қыз жібек және Қалқаман мамыр балетінде, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Біржан Сара спектаклінде, Ер тарғын операсындағы би қойылымдарында ұлттық би өнерінің үздік үлгісін көрсетті. Оның әрбір қозғалысы, әр қимылы сахнадағы кейіпкердің жан дүниесін ашып, көрерменді әсерге бөлейтін. Ол өнерінің арқасында театрдың заремасы атанды. Өйткені Галина Уланова сахналаған Бақшысарай бұрқағындағы зареманың образы қазақтың алғашқы кәсіби балеринасы ретінде ұлттық балет өнерінің дамуында символдық әрі тарихи орын алады. Бұл туралы Нұрсұлудың өнердегі әріптесі, халық артисі Болат Аюханов менің балетім атты кітабында Нұрсұлу бейсіз өмірін елестете алмайтын нәзік жан. Ол атақты Галина Уланова мен Бақшысарай бұрқағында зареманың рөлін ойнады. Нұрсұлу зареманы классикалық дайындықсыз биледі. Алайда оның заремасы нағыз шығыстың аруы болып шықты. Оның бейін көріп отырып биге елтіп кетпеу, ғажайып сұлу бейіне қарай отырып оның тартымды әсеріне ерекше бой алдырмау мүмкін емес деп бағалаған еді Болат Аюханов. Мәселен, Нұрсұлу Тапалованың фотоқұжаттарында ол кісінің Эсмеральда, Абай, Қыз жібек, Айман Шолпан, Князь Игорь секілді қойылымдарда түскен фотолар бар. Ал мына киноқұжаттарда болса, мына кеңестік кезеңде жұмысшылар, мал шаруашылығымен айналысатын кісілерді өте көп дәріптеген ғой. Сол кісілерге арнап жайлауға алып барып кино қойылымдар қойған, театрландырылған қойылымдар болған, концерттер өтіп тұрған. Нұрсұлу Тапаловада ол жұмыстан алыс қалмаған. Тапаловада барып, шаруалардың алдында, қойшылардың алдында, шопандардың алдында барып өнер көрсеткен, билеген, әнін айтқан. Оның әлемді классикалық опера, балет жанрында сомдаған Жизель, Зарема, Адана, Таухау, Офелия сынды образдары арқылы беделі өсіп аты шығады. Алайда осы кезеңде тасыдан тасытқан театр интригасы атақты балеринаны даңқ тұғырынан тайдырғысы келді. Ақыры 30-ға енді ғана шыққан Нұрсұлу театрдан кетіп тынады. Театрдан кетіп, ән-би миниатюрасы жанрындағы эстрадалық салаға ауысып, биші Жамбыл атындағы филармонияға қызметке келеді. Нұрсұлу одақ көлемінде өнер көрсететін ән-би ансамблінің жеке бишісі болып қызметке қабылданады. Ол қазақ, өзбек, орыс, грузин, испан, үнді және өзге де әлем халықтарының биін нақышына келтіре орындайтын. Нұрсұлу Тапалова 1958 жылы Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті және өнерінің 10 күндігіне қатысады. Ол билеген Әзірбайжанның Шөжеларым биі туралы баспасөз жарыса жазды. Нұрсұлу Тапалова осы 10 күндіктен кейін қазақ өнерін дамытуға қосқан үлесі үшін құрмет белгісі орденімен марапатталады. Ол мың бұралған биші ғана емес, ән де салатын. Нұрсұлу Тапалова 1970 жылдары киноконцерт, Белая роза, Жамбыл және тағы басқа 20 шақты киноға түседі. Архив материалдары бізге сол кезеңнің мәдени, әлеуметтік және саяси ахуалын түсіну, қазақ халқының өнері мен мәдениетіндегі маңызды кезеңдерге үңілуге мүмкіндік берді. Оның өміріне әлеуметтік қиындықтар мен тұлғалық трагедиялар ықпал етпей қоймады. Нұрсұлу Тапалованың тағдырына қатысты архивтердің құндылығы оның өмірін, шығармашылығын, сол кезеңнің саяси және әлеуметтік маңызын толыққанды зерттеуге мүмкіндік береді.
Бұл деректер адамзат тарихы мен мәдениетінің бір бөлшегі ретінде бағаланып, қазіргі және болашақ ұрпаққа сабақ болары сөзсіз. Нұрсұлу Тапалова дегенде тұңғыш деген тіркес қатар жүреді. Ол кісінің өнері сол тұңғыш болғандығымен де ерекшеленеді. Бұл кісімен қатар мәселен Күләш Байтитованы айта аламыз, Шоқыр Бөлтеков, Толғанбаев деген кісілер біздің тұңғыш қарлығаштарымыз ғой. Сол себептен бұл кісілердің бәрінің өнері осы тіркеспен тікелей байланысты. Нұрсұлу Тапалова тек балерина емес. Ол ізденіс пен жігердің, шығармашылық пен шабыттың, қазақ балет өнерінің жаңа тынысын танытқан дара тұлға. Ал оның есімі ешқашан ұмытылмақ емес.